Әне Қытайда міне күннен күнге заңсыз ағза саудасы, күннен күнге әдейге бейберекет заңсыздыққа әдейге компартия жағынан жіберіп отыр. Ондағы мақсат өздері коммунистік партияны негіз қылған, компартияны қалқан қыла отырған үлкен қаржылық қылмыстық топ Қытайда билік басында отыр. Оның барлығы миллиард ай сайын бәленбай триллиондаған ақшаны тек адам сою арқылы тауып отыр. Енді 2009 жылғы Үрімшіде Қытай коммунистері ұйғырларға қанды қасап қырғын жасағаннан кейін ол қанша миллион ұйғырды сойды. Бұны жер бетінде білетін адам жоқ. Өзінің Қытайы, сол өзімен бірдей Қытай, нәсілі бір, тегі бір Қытайды 2000 жылы 5 миллионын аямай сойып тастағанда, нәсілі басқа, түрі басқа, тілі басқа, діні басқа ұйғырды бұл Қытай аямайды. Бірақ қанша миллион ұйғыр сойылды, бүкіл адамзаттан ешкім білмейді. Енді осы ұйғырларды Түркия қолдап келген болатын. Түркілік тұрғыдан, арғы тегіміз бір түркі қалқымыз деп, бауырласымыз, қардашымыз деп ұйғырларды қолдап келген. Тіпті Ердоған премьер-министр болып тұрған кезінде Біріккен ұлттар ұйымында Қытайға қарсы Еуропа, Американың өзі үнсіз тұрғанда, сол Ердоған Қытайды ұйғырларға жасаған қатаң саясат үшін сан мәрте сындағанда. Ол кездегі Ердоған біз үшін сүйікті, сүйкімді Ердоған еді. Біз оны Ертуған дейтінбіз. Сол Ертуған кейін осы күрд мәселесіне байланысты ұйғырларға деген қолдауын 180 градус өзгертті. Яғни, күрд мәселесі бойынша Ердоған ұйғырларды Қытайға сатты. Бұны дәл қазір Түркияда өмір сүріп жатқан 50 мыңның айналасындағы ұйғырдың ішінен түсініп тұрғандары кемақ. Олардың көбі Түркия өкіметінен үміт күтіп, Түркия өкіметі ұйғырларға пана болады, қорған болады. Біз түбі бір түркіміз, мұсылманбыз, қарындаспыз деп үміт етеді. Бірақ Ердоған әлде қашан ұйғырларды сатты. Ердоғанның ұйғырларды сатуы оның Үрімжіге іс-сапармен барған кезінен басталған. Мен оны 1001 сапар кітабымда жазғамында. Ердоған Үрімжіге барғанда, ол сол ұйғырлар қоныстанған Үрімшінің Дөң көпір деген жеріне барады. Қытайлар Ардаучау дейді. Сол Дөң көпір деген жер, Көнсіл көшесі деген жер бар. Ол Көнсіл көшесі деп аталатын себебі Үрімжіде атам заманда Совет одағының Көнсілі болған, содан қалған жер. Енді сол жерге Ердоған барады. Ол жерде қалың кәсіпкер ұйғырлар қоныстанған. Ел аман жұрт тынышта, ол жерде бық-бық еткен қалың адам, самсыған қалың дүкен, құжынаған қалың ұйғыр, аспанға бір тас атсаң ұйғырдың басына тиетін, сондай көп болатын. Енді қазір осыдан бірнеше күн бұрын мен Өзбекстандық бір журналисттің сол Үрімшіге барған сапарын, Қашқарға барған сапарын мен Твиттерде де жарияладым. Фейсбукте де жарияладым. Ол жігіттің YouTube каналының да көшірмесін бердім. Сонда Үрімшіні көрсетіп жатыр. Бірен саран ұйғыр бар. Бірақ баяғыдағы бық-бық еткен құжынаған қалың ұйғыр жоқ. Йын тірескен ұйғыр жоқ. Ол Ардаучау деген жерде біз анау 2008-2009-да, одан кейін мына Қытайда қанды қасап қырғын басталмай тұрғанда, ол жерде талай болғанбызда. Енді қараңыздар. Анау көше жылан жалағандай. Адам жоқ. Ана базарларында адам жоқ. Анау қала емес, мола сияқты болып тұр. Үрімші қазір қала емес, мола сияқты. Қабырстан сияқты.
Дүкендерде адам жоқ, баяғыда сен мейлі таңертең бар, мейлі түс бар, мейлі кеш бар. Құжынаған қалың ұйғыр жоқ. Енді осыдан барып әңгіме туады. Ұйғырлардан қанша миллионы Қытайдың қанды қасап қырғынына, яғни адам ағзасын сататын бизнесіне құрбандыққа шалынды. Қанша миллион ұйғырды Қытайлар бауыр бүйрегін сатып жіберді. Оның өзінде халал бауыр бүйрек керек қылатын біздің аталмыш мұсылман шейхтарымызға, мұсылман миллионерлерге сатылып кетті. Бұл болашақта шешілетін әңгіме. Бүгін оны бір жаратушы Алладан басқа ешкім білмейді. Енді қараңдар. Бұл жерде неге ұйғырды айтып отырмыз? Ұйғырларды концлагерге қамағанда Қытай қазақты аяды ма? Ой, сен қазақ ұйғырға түрің ұқсамайды екен, ұйғырға тіліңде ұқсамайды екен деп аяды ма? Жоқ. Аяған жоқ. Қазақты да қынадай қырды қазақтар. Бұл жерде бір нәрсені біліңдер. Назарбаевың да, Тоқаевың да өзінің қаны бір қазағына қамқоршы бола алған жоқ, қалқан бола алған жоқ. Назарбаев Тоқаевты Құдайдың қарғысы атсын, ол шеттегі қазақ түгілі өзінің қазағына қалқан болып, қорған болып отырған адамдар емес. Олар киім киген шайтандар. Олар қанішерлер. Енді осыдан барып әңгіме. Қанша қазақ ұсталды, қамалды? Ешкім білмейді. Біздің мөлшерімізде әрбір аудан, әрбір облыс, Іле Қазақ автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Буратал облысы, Санжы облысы, Баркөл Қазақ автономиялы ауданы, Мори Қазақ автономиялы ауданы, осында қазақтардың жан санына қарап, тұтқындалған қазақтардың сол жерден түскен арыздарына қарап, қанша процент қазақ ұсталды әр ауданнан? 30 мың қазағы бар жерден 5 мың қазақ ұсталды. 60 мың қазағы бар жерден 10 мың қазақ ұсталды. Міне жерден 100 мың қазағы бар жерден басқаша қазақ ұсталды. Соған қарай отырып, біз 5 миллион қазақ концлагерге қамалды деген шешім анализ жасап отырмыз. Қазірге дейін Алматы Астанадағы Қытайдың консулының алдында 700-ші күн әлде 800-ші күн ереуіл өткізіп жатыр. Қазақтар. Кім? Туыстары қамалған қазақ. Ақиқат Қалиолла ереуіл өткізуде. Неге? Оның әкесін Іле Қазақ автономиялы облысының Тарбағатай аймағының түрмесінде өлтірді. Әкесі Қалиолла. Қалиолла бүкіл Шыңжаңға атағы шыққан адвокат болған адам. Ол Қытай тарихында бірінші рет Пекинге хат жазып, мынау мемлекеттің заңды жүйесінен аттап өтіп, мемлекет заң жүзінде, конституцияда белгілеген полиция, прокуратура, судья, сот, осы үштік жүйеден аттап өтіп, қалағанша азаматтарды тұтқындап, қалағанша азаматтарды қамайтын мынау концлагерлік жүйе Қытайдың конституциясына қайшы деп Пекинге хат жазған адам. Конституция бойынша полиция тұтқындайды, прокуратура тексереді, сот соттайды. Ол заң. Сені кез келген мекеменің бастығы, кез келген әкімшілік сені бұндай тұтқындау құқыңды шектеумен айналыса алмайды. Бірақ Қытайда алдыда тұрақтылықты сақтау мекемесі дейтін бір мекемені құрды, бітті. Ол мекеменің кірмейтін есігі, шықпайтын тесігі жоқ. Кімді қамайым дейді, кімді соттайым дейді өзі біледі. Адвокат керек жоқ, тергеу керек жоқ, заң керек жоқ, қылмысыңды дәлелдеу керек жоқ. Білді, бітті. Сенің мекемеңнің бастығы, мынау Серікжан Біләшұлы маған ұнан қырамай жүр өзі, көп сөйлейді. Болды, бітті, 2 жыл қамап тастайды. Мынау Серікжан Біләшұлы сәл осы қазақ дей береді, сәл осы қазақ дей береді. Бітті, болды, 20 жылға соттап жібереді. Дәлел керек жоқ. Серікжан кісі өлтірді ма, өрт қойды ма, пошта тонады ма, банк тонады ма? Жоқ, дәлел керек жоқ. Міне қазіргі Қытайдағы жүйе осы. Енді осыншама жүйені біліп көріп отырған Ердоған
неге ұйғырларды қолдаудан бас тартты? Және бұл Ердоған 2022 жылы қаңтарда орыстың әскері Тоқаевтың өтінішіменен ОДКБ орыстың әскері кіріп қазақты пулеметпен қырып тастаған кезде, қазақты орыстың әскері пулеметпен қырып тастаған кезде бұл Ердоған «Ей, Путин, стоп!» деп неге айтпады? Неге бұл қазаққа жаны ашып, қанды қасап қырғынға ұшырап отырған қазақтарға жаны ашитын бір жылы лебіз, бір ауыз сөзін айтпады?